Армысыздар, бармысыздар, құрметті тыңдарман. Иә, әңгіме қиындап бара жатыр. Оқылуға да, тыңдалуға да ауырлау. Дегенмен де Ғани мырзаның деніне саулық тілейміз, жазары таусылмасын. Сіздер сияқты тыңдарманы ол кісіге шабыт берсін. Пікірлердің арасындағы көк түсті сілтемені бассаңыз, осы каналдағы жаңа әңгімелерді плейлист арқылы тыңдай алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Біз бастайық. Гей келін, 11-ші бөлім. Асыға басып зарлаған енем есікке жеткенде алдынан шығып амандастым. Алайда еңкілдеп жылаған ана байғұс маған қарамады. Асыға басып баласының бөлмесіне жетті. Сондағы көрген сұмдықты сөзбен айтып жеткізе алмайым. Ес түссіз жатқан баласын құшақтаған ана зар иледі. Сөйтіп тұрғанда іле-шала жедел жәрдем жетіп, бір әйел кісімен жас бала үйге кірді. «Қалай болған?» деп сұрады үлкендеу жастағы әйел кісі. «Монша өртеліп шыға алмай қалыпты» деген енем «Сен айт» дегендей маған қарады. «Мен не дейін? Иә, доктор, солай болды» деп міңгірлеп бастадым. «Өрт сөндірушілерді шақырдыңыздар ма?» «Жоқ, апай, өзіміз сөндіріп алдық». «Өзіміз дейсіз бе? Мынаумен жүріп қалай сөндірдіңіз?» деген дәрігер қампайған қарнымды көрсетіп таң қалды. «Апай, өрт болғанда моншаның есігі ғана жанған. Жанымда 2 қайным болды. Үшеуміз алаша бастық, онан су сеуіп сөндіріп алдық» дедім. «Қайныларым дейсіз бе? Оларға ештеңе болмады ма?» «Айтайын дегенім, мына баланың күйігіне қарасам, есіктің өртіне ұқсамайды. 30 жылдық тәжірибем бар ғой, білем. Мынау жедел жанатын сұйықтықтың белгісі. Мүмкін керосин, не бензин болар. Мүмкін тез жанатын бірдеңе болар. Оны енді емханада анықтаймыз» деген дәрігер бетін жаулығымен басып жылап отырған енеме қарады. Сонан соң есік алдында тұрған балаға бұрылып: «Қане, Шерзодбек, баланы емханаға кетеміз, көтеріңдер. Көмектесетін кім бар?» деп орнынан тұрды. Сонда дәрігермен бірге атып тұрған енем «Мен де барам» деп қосыла шапты. «Сіз барғанда не істейсіз? Балаға шұғыл түрде ота жасау керек. Барсаңыз таңертең барарсыз» деген дәрігер жылаған енемді жұбатқан болды. Алайда кіші енем дәрігер апайды тыңдамады. Жармасып жүріп жедел жәрдем көлігіне отырып алды. Ал монша жаққа мойнын созып бірнеше рет қараған дәрігер кеттік деп кете барды. Осылайша түн ішінде Анвар қайнымды шұғыл түрде емханаға әкетті. Үйде үшеуміз қалдық. «Сендерге керегі осы ма?» Қайныларым беттерін басып жылағаннан басқа түк айтпады. «Дәрігер апай біліп тұр. Тез жанатын бірдеңе шашқан дейді. Оны өздеріңде естідіңдер ғой. Сонымен не шаштыңдар?» деп сұрадым. Сонда ғана кенже бала Надырбек қайныма жалт қарады. Ол сорлыда үн жоқ, бетін басып жылап отыр. Не келсе де осы малғұннан келгені анық еді. «Олай болса сен шаштың ғой, солай ма?» деп Надырбектің үстіне төне бердім. Қорыққан бала басын бұға берді. «Надырбек, айтасың ба, жоқ па деймін?» Бала бәрібір жауап бермеді. «Түсір қолыңды, оңбаған, онан да маған қара. Сонымен не шаштың?» «Кислота, жеңеше, бензин араласқан, кислота шаштым» деген бала бақырып жылап жіберді. Мұны естігенде мен де басымды ұстап отыра кеттім. Көзімнің жасы тыйылар емес. Жаным ауырып зарлап бердім. Пәсе деймін. Анау күйік жай ғана өрт шалған күйік емес.
Түрі-ақ жаман ғой, түрі жаман. Алақаныммен сипағаныма сымбатты қайнымның оң жақ бетінен ет сыпырылып, сүйегі көрініп қалды. Ойбай-ай, мына малғынға оны кім үйреткен? Қайтейін, оған енді қатын қайда? Олай болса, сендердің екеуің де сотталасыңдар, айтпады демеңдер. Ертең полиция келсе, көрген білгенімнің бәрін айтам. Сендердің моншаның сыртынан құлып салғандарың ауыр қылмыс. Кемінде 15 жылдан арқалап кетесіңдер, айтпады демеңдер. Деп орнымнан тұра бердім. Сол кезде кіші қайным атып тұрып, аяғымды құшақтап сайрап бастады. Жеңеше, мен ештеңе білмеймін. Маған Надырбек ағам қалай айтты, солай істедім. Ондайды мен шашқаным жоқ, мен тек жасырынып қалдым, дейді. Не дейді? Ей, көтер басыңды, не айтып тұрсың? Қайда жасырындың, соны айтшы, деп жағасынан тартып бетіне қарадым. Ұзын сөздің қысқасы бұл сұмдық бұлай болған. Бастан аяқ бәрінде баяндап берейін. Мына кіші жүгірмек Севара мен Анваржанның жылап отырғандарын бірнеше рет көріп, анау отырған ағасына айтқан. Онсыз да қашып келген қаланың қызы деп жаман көріп жүрген есі бар жүгірмек, осыдан кейін інісіне аңдуды тапсырған. Жоғарыда айтқанмын, олардың бірін-бірі құшақтап жылап отырғанын менің қызым да көрген. Бұлар да қашып келген қызды құптамайды, ондай қызды жезөкше деп есептейді. Сонымен Надыржанның тапсырмасымен Азатбек аңдып бастайды. Оған мына ағасы біраз нәрселерді айтып түсіндіреді. Әрине, оның бәрі анасының сөзі. Мына келін қашан туат, бұл қатын туатыннан ба, әлде тумайтыннан ба дегенді бейбағаны айтып жүрді. Соңғы кездері ондай сөздер тіпті де жиілетіп жібергені рас еді. Міне осындай сөздердің бәрі жас балаларға керісінше әсер етті. Оның арасында көршінің балалары да сөзбен түйрейді. Жеңешең әдемі ғой, бірақ ағаңның қолынан түк келмейді, сосын тумайды да, дейді бір жүгірмек. Меніңше Надырбек ақмақтың өзі достарына әлдене деп сампылдаса керек. Негізі мына ауылда біздің үйдегі әдемі жұп ел жұрттың аузынан түспейтін. Ондайды менің де құрдас қатындарым айтып сұраған. Олардың сөз арасында қайның қыздан әдемі, келінің онан да әдемі дегендері болған. Бір досы, ой, ағаң оны істей алмайды, әйтпесе мынандай қыз неге тумайды деп күліпті бір күні. Бұл деген жай ғана балалар арасындағы сөздердей көрінер, алайда жеңгесінен күдіктеніп жүрген балаға қатты әсер еткені анық. Сонымен тапсыр салған кенже бала есіктен сығалайды, терезеден қарайды, әйтеуір арттарына түсіп алады. Соңында аңдысқан жау алмай қоймайды дегендей бірдеңе байқағанда оқуда жүрген ағасына Надырбек аға тез үйге кел, мұнда сұмдық екен деп жазады. Оқитын қаласы тиіп тұр. Мынандай сөзді естіген ағасы сол күні-ақ жетіп келеді. Не көрдің? Не болды? Не болғанда мыналардың бірдеңесі бар аға деп сыбырлаған бала аулада жүрген Севараны көрсетеді. Несі бар? Бірдеңесі бар деген не, айтсайшы, деп сұрайды ағасы. Оның анандайы бар деген бала бетін басады. Сонда інісіне алара қараған ағасы, анандай деген немене? Айтатын болса міңгірлемей айтсай, деп сұрап інісін үйге кіргізіп алады. Қысқасы мына қатынның біздікіндей мүшесі бар депті. Ой, мәссаған. Рас па? Сен оны қайдан көрдің деген ағасының түрі бозылып кетеді. Сонда інісі есікті көрсетіп, анау тесіктен қарадым, бұл қатын Анвар ағамды құшақтап сүйіп тұрды, ағам, дейді. Осыдан соң көздері аларған екеуі интернетке зып береді. Қараса, жеңгесіндей әдемі қызбен ағасындай сымбатты жігіт. Мұның сұмдығы сол, анау қыздың томпиған қос анары бар.
Шашы ұзын, кәдімгідей қарапайым қыз баласы, бірақ бір қарсы артық жері бар, қыздыкіндей жабысып тұрмай, асылып тұр. Осындай ма, братишка? Я, аға, тап осындай, деген бала ұялғаннан бетін басады. Сонда жүрегінде жеркеніш пайда болған ағасы, сен өзің анық көрдің ба, шатасқан болма, деп қайталап сұрайды. Я, аға, анық көрдім деймін. Шешкен кезде көрінді. Онысын Анвар ағам, деп міңгірлейді кенже бала. Ей, жап аузыңды, ақымақ. Ол енді сенің ағаң емес, ол менің де ағам емес. Енді сенің ағаң мына мен ғанамын. Мұнан кейін Анварды ағам дейтін болсаң, мен сені өзім-ақ өлтіріп тастайым, деген Надырбектің көзі алғарып шыға келеді. Олай болса, екеуің де кінәлісіңдер, екеуің де сотталасыңдар, деп отыра кетті. Кенже бала онан сайын жылады. Көзіңді сығымдамай айта бер, сосын не болды? Деп сұрадым. Сосын аңдып жүрдім. Жеңешемді қатты жек көріп кеттім. Бір күні оқуынан ағам келді, мамаға айтайық дедім, бұл маған айтпаймыз деді. Ендеше жеңешеме айтайық деп сізді айттым, сізге де айтпа деді. Сосын мынандай болды. Жеңеше, мен анау бензинді білмеймін, дейді. Ал ағайын, ендеше мен былай дейін, айттым, бәрін айтайын. Сонымен оқудан келген ағасы інісін шақырып алады. Сен көрдім дейсің, бірақ мен көргенім жоқ. Олай болса видеоға түсіріп көрсетесің. Сосын болды, Анвар чортпен өзім сөйлесем деп тапсырады. Алғаш рет Надырбек ағасының аузынан мынандай сөзді естіген інісі таң қалады. Аға, сіз олай айтпаңыз, Анвар біздің ағамыз ғой. Мүмкін еркек пен қатын солай болатын шығар, деп сұрайды. Азатбек қайным, ей, сен қуасың ба, қайдағы солай болған? Сенің Анвар ағаң еркек емес, қыз деке ғой. Мен саған соңғы рет ескертем, мұнан кейін сен оны аға дейтін болсаң, өлдім дей бер, деген ағасы қатаң ескертіп, видеомен көрсетуді тапсырады. Оның арасында Надырбек оңбаған менің байыма қоңырау соғып келіңіз депті. Ағаңа не дедің, айттың ба мынаны, деп сұрадым. Жоқ, жеңеше, айтқаным жоқ. Аға, ауылға келсеңіз ақылдасатын шаруам бар дедім. Не шаруа, деп сұрады. Келгеніңізде айтамын деп айтпай қойдым, дейді. Сен жүгірмек, шыныңды айт, ағаңа айттың ба жоқ па, деп қайта сұрадым. Жоқ дейім, жеңеше, айтқаным жоқ. Құдай бар ғой төбемде, келгенде айтармын деп ойладым, деген Надырбек қайным шырпыр болды. Оны қайталап сұрағанымның өзіндік сыры бар еді. Ол баяғы туған күнімде қатты мас болғаным. Севараның бұтына жабысқанымды күйеуім көріп бетіме басып төбемнен ұрған. Ол енді мынаны естісе мен де оңбайым. Негізімен бұл екеуін ақтап алғым келмейді, бірақ менің өзімнің де артым қуыс боп тұр. Сабырдан соққы мен тепкі жеуіме соның өзі жетіп жатыр. Оның мені сен қатын еркек екенін біліп жабысқан екенсің деп сабайтыны анық. Себебі еркек дегенде ес болмайды. Құрсын, сол күні қайдан ғана іштім деп өкіндім. Өйткені жалғыз қызым Севара жеңешесін әкесіне мақтап отырады, аузынан тастамайды. Үйге көп келеді, сабақ оқытады, орысша үйретіп жүр деген. Оны естіген күйеуім, сен қатынның жабысуының түрі жаман ет деп қызғанғаннан бұтыма от қоймасын әгім кепіл. Еркек дегенге дәлел керек емес, сыбыстың өзі жеткілікті. Сонан соң не болды, айта бер, деп сұрадым. Кенже ағайным қорсылдап жылап бастады. Ей, бала, көзіңнің жасын сорғалатпай айт, қане, әйтпесе полиция шақырып қолыңнан ұстатып жіберем, деп қорқыттым. Жас бала ғой, көзінің жасын сүртіп қорсылдап отырып айтып бастады. Бағана кешке қарай даладан келсем, анау қатын монша жағып жүр екен. Сосын Надырбек ағама жаздым, дейді. Не деп жаздың, деп жақындай түстім. Қатын монша жағып жүр, екеуі шомылатын шығар, дедім. Ағам маған олардан бұрын моншаға кіріп жасырын деді. Жарық қой деп едім, лампасын сындырып таста деді.
Мен сөйттім, дейді. Қысқасы, Севара монша жаққанда далада жарық болған. Күйбеңдеп жүрген қыз үйге кіргенде мына жүгірмек барып моншаның лампасын сындырған. Өйткені кірер жердегі шешінетін бөлме қараңғы болу керек, депті. Ол жерде біраз үстелдер мен шкафтар тұр. Түсінбегендерге айтайын, біздің монша 3 бөлмелі. Кіреберісте шешіну бөлмесі, оның арғы жағында қуыстай ғана қойма бар. Біз оны тәлек дейміз. Қысқасы, ағасының айтқанын бұлжытпай орындаған бала лампаны сындырдым деп ақпарат берген. О, братишка, дұрыс істепсің, енді барып тәлекке кіріп жасырынып жат. Олар шомылғанда сығалап қарап видео түсірде маған жібер деген ағасынан мақтау естіп тағы да бұйрық алған. Бірақ бұл бірден барып жасырына салмаған, үйдің терезесінен сығалап Севараны аңдып жүре берген. Содан қараңғы түсе Анвар екеуі есікке беттегенде кішкентай бала зып беріп олардан бұрын кіріп үлгерген. Әрине, қосақтасқан екеуі моншаға келетінін сырттан қарап білген. Ол енді анық қой, біздің үйде шомылмаса монша жақпайды. Видео қайда деп сұрадым. Маған осы видеоны көргеннен құртқан тыйым деді, өйткені күйеуіме көрсетуі мүмкін. Сонда ағасына бір, онан маған бір қараған бала, менде жоқ деп аттон ала қашты. Олай болса сенде бар ғой, солай ма, Надырбек? Деп ағасына жақындадым. Шарасыз бала басын изегенде болды. Кәне ол, болса телефоныңды шығар, маған бер, деп зіркеттім. Надырбек қалтасына қолын салды. Онан телефонын шығарып, лақтырып жіберіп, жер бауырлап жата кетті. Ей, көзің аққыр, жүгірмек істеріңді істеп алып несіне жылайсың? Деп басынан бір тептім. Іші толған запыран ғой. Жастықты құшақтап жатып еңіреп берді. Мен барып анадай жерде жатқан телефонды алдым. Сонан соң мәзірге кіріп галереясын ашып жібердім. О, тоба! Бұл деген сұмдық еді. Келінімнің сүйір шоқпары қасқайып тұр. Моншаның бұрқыраған буы ұшып анық көрінгенде жаба салдым. Алайда өз телефоныма лақтырып үлгердім. Көтер басыңды. Сосын мына видеоны өшір. Сот болатын болса керек болады ғой, деген қайным бақырып жылап жатыр. Ақымақ-ау, сотқа мұның түкте пайдасы жоқ. Керек болса біреудің сыртынан видео түсіргенің үшін жеке статья бар. Ол кезде мұны түсірген, мынаны да өзіңмен бірге түрмеге әкетесің, деп кенже қайнымды көрсеттім. Ол негізі солай. Ондайларға жеке бап бар, статья бар. Ол үшін 2 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырыласың. Тіпті өз әйеліңді түсіріп әлеуметтік желіге жүктесең де қылмыс. Ал ақша сұрап боп саласаң 5 жылдан жоғарғы арқалап кеттім дей бер. Міне осы сөзді естіткен кенже бала атып тұрып ағасын тепкілеп бастады. Ол бейшарадан жауап жоқ. Солқылдап жылап жатыр. Әй, жүгірмек, тоқтат сен, деп зіркеттім. Көзі жыпылықтаған бала саптыйлықты. Бергел бері, сенің телефоның қайда? Лақтырдып жібердім, дейді. Қайда лақтырдың? Тамның басына, деп саусағымен потолокты көрсетті. Бар, тезде тауып кел, жаныңның бардында жерден қазсаң да тап, деп есікке қарап итеріп жібердім. Көзін сығымдаған бала бөлмеден шығып бара жатты. Мен бейбақ басым ұстап диванға отыра кеттім. Осының бәріне мен кінәлімін. Әу бастан ақ басымды ашықтап алуым керек еді. Кіші енеме балаң басына көгілдір құсы қонған бала колгот киімді сол үшін алды деп айып салуым керек еді. Бұл жерде колгот кидің не қатысы бар дейтіндерге айтайын, мен өзім осы сұмдықты баяндағанда бүге шүгесіне дейін айтам деп шештім. Бәлкім мына жұрт мені сонда ғана түсінер. Мұндайлардың түрі көп. Бұл еркекке құдайдан келген нағылет. Мысалға, менің қайныма қыз баласы қызық емес, қыздарға ынтасы да зауқы да болмайды. Сосын Севараңыз да сондай. Ол бірақ басқаша түрі, ол бейшараға ешқандай еркек үйленбейді. Үйленсе менің қайным сияқты ығай мен сығай үйленеді. Өйткені олардың екеуіне де еркек те қатын да керек. Мұндайларды бірін бірі тапқан көгілдірлер дейді.
Құрметті оқырмандар, куәгердің сөзін әрі қарай жазғым келмеді. Күмәнді десеңіздер, өздеріңіз интернеттен қарасаңыздар болады. Автор. Қысқасы анандай жерде жастық құшақтап Надырбек жатыр. Оның жоғарысында көзімді сығымдап мен отырмын. Анау кенже бала шатырға шығып телефонын іздеп кеткен. Кенеттен менің телефоным шыр ете қалды. Қарасам, кіші енем қоңырау соғып тұр. Келінжан, құлынтайым көзін ашты, сөйлеп жатыр, дейді қорс-қорс етіп. Жақсы екен ғой апа, бірақ сөйлегенде не деп жатыр? Деп сұрап жүрегім қанжылап тұрды. От жаққанда пештің жанына бензин баклажка қойып ұмытып кетіпті. Сол қатты қызып жарылыпты, дейді. Енемнің сөзін тыңдап жатқан Надырбек қайным жалт қарады. Апа, дәрігер ота жасайды деп еді, жасады ма? Деп сұрадым. Иә, келінжан, ота болғанда қиын емес екен. Бас-аяғы жарты сағатта жасап палатаға шығарыпты. Мына дәрігер бәрі жақсы болады деп уәде беріп жатыр. Қалтасына барымды салдым ғой, деген енем қуанып тұрғандай болды. Мен де қуанғанымнан жылап жібердім, бірақ бірдеңе сұрағым келіп тұрды. Ол мына жексұрынның соққысымен полиция еді, соны сұрай алмай қиналдым. Апа, басқа ештеңе болмаған ба, беті мен белінің тұсы күйген ғой, деп сөзге тарттым. Иә, келінжан, доғдыр солай деп жатыр, бірақ қорқынышты ештеңе жоқ дейді. Айтқандай, келінжан, ешкімге шағымың жоқ па деп Әнуаржаннан сұрапты. Балам жоқ депті. Мен де солай жазып бердім, бірақ ертең Әжханның баласы барып моншаны қарайды дейді. Участковый сол бала ғой, Сабыржанның досы, оған да шағымымыз жоқ деп жазып берсек болды екен. Келінжан ау, бәрінен де құлынымның аман қалғанын айтсайшы, дейді. Бұл деген мен күткендей хабар еді, кәдімгідей қуанып қалдым. Денесін 13% өрт шалғандар өлмейді, бірақ мүгедек боп қалулары мүмкін. Негізі Әнуаржанымның дәурені біткенін ішім сезген, өйткені ол жер еркек өмірінде ең маңызды жер. Онсыз еркек сорлыларға дүние бос. Мұнан кейін менің қайнымда қатын да болмайды, ұрпақ та қалмайды. Анау Севара қашанға жүрер дейсің? Күндердің бір күнде үмітін үзеді. Апа, Әнуаржан сауығып кетсін, Алла шипасын берсін, деп ақ тілегімді жаудыра бердім. Келінжан ау, жаны қалды ғой баламның, жаны қалды, деген енем жылап жатты. Осы жерде Севара жайлы бір ауыз сөз болмады. Меніңше баласының жатысын көрген енем келіні жайлы ұмытып кетті. Олай болса, енем келемін дегенше Севараны қайтып әкелу керекпіз. Әнуар жақсы болғанша жүрер, сонан соң маңдайынан көрер. Бейшара қайным аяққа тұрамын дегенше қаншама уақыт керек. Ол енді жылдап жатуы мүмкін, тіпті орнынан да тұрмауы мүмкін. Енем байғұс қартайып келеді, сонда оған кім қарайды? Аузы басы үңірейген, екі беті жырым-жырым баланың кімге керегі бар? Мына екі жүгірмек осыған дейін Севараны қуған болса, мұнан соң сол қатынға жалынатын күн туады. Олай болса, мына қылмыстың ізін жасырып Севараны қайтару керекпін. Бірақ ол үшін мына екеуімен алдын ала келісіп алуым керек. Әй, сен албасты көтер басыңды, деп жерде жатқан қайнымның аяғынан тарттым. Ау, жеңеше, деп атып тұрды. Сен бала сотталғың келмей ме? Деп сұрадым. Жеңеше, Әнуар ағамды жақсы деді ғой, ешкімге айтпай бізді құтқарыңызшы, дейді жалынышты үнмен. Олай болса, барып ана баламен телефонын тауып кел. Өзің де шатырға шық, өл, тіріл қайтсең де телефонды тап, деп бұйырдым. Болды жеңеше, болды, деген қайным тұра жүгірді. Арадан көп өтпей екеуінің шатырда жүрген аяқ дыбыстары естілді. Өзім қалғанда Севараға қоңырау соқтым. Ау, жеңеше, деп құлағын тосты. Сен қыз қайдасың? Үйдің алдында отырмын, дейді. Сенің күйген жерің жоқ па, өзің жүре аласың ба? Деп сұрадым. Мені қойыңызшы, Әнуаржан қалай? Деп өліп барады. Қарашы мұны, не деген ғашықтық құрсын. Өзін ойламай қайнымды ойлап безілдеп тұр. Мұндайларды махаббатқа берік болады деп естігем. Бұлардағы сезім бізде болмаған, ешқашан болмайды. Себебі біздің 4 құбыламыз түгел.
Үйленіп алған соң қатыны байын менсінбейді, байы қатынын менсінбейді. Сосын жан жағына жымия қарап көзін сүзіп бастайды. Оларға әйтеуір біреу табыла кетеді. Сүйкенгенге сұраған, сұрағанға құлаған деген осы. Көзін қысқан еркекке қатын дайын, қатынға еркек дайын. Байы маған қатын көп дейді, қатыны маған бай көп дейді. Әрине 12 мүшесі сау адамға шынымен де көп. Бірақ бұл деген нағыз арсыздық, мұныңыз өтте жиіркенішті нәрсе. Бір сөзбен айтқанда тойынғандық. Бас амандығын, денсаулығын бағаламау. Ал мыналарда ондай жоқ, бұларға табыла бермейді. Севараның бетіне қызыққан еркек басқа жерін көргенде тұра қашады. Бұл қайда барсаңыз да ақиқат. Не десеңіз де ащы болса да шындық. Осымен ол бейшаралардың беріктігі мен серіктігін түсінсеңіздер керек. Сол сөйлескенде өзін ұмытқан келінім Анвар жайлы сұрай берді. Анварың жақсы, кішігірім отадан шығыпты. Сұрайын дегенім, сен енді не істейсің, кетесің ба, қаласың ба? Деп сұрадым. Кеткім келмейді, бірақ қатты қорқам, жеңеше. Мен Анваржанның жанында өлсем де ырзамын, деген Севара жылап жіберді. Бағанағы сұмдықтың қалай болғанын осы Севарадан естідім. Негізі өзім де солай ойлағанмын. Адаспай дөп түсіппін. Сонымен жоғарыда айтқанымдай кішкентай жүгірмек түсірген видеосын ағасына жібереді. Ол қазір барамын, сен отыра тұр дейді. Сонан соң бірер минутта дайындап қойған баклажкасын көтеріп моншаға жетіп, аш деп жазады. Кіші бала іштен ілінген есікті ашып шығып қаша жөнеледі. Сонда ішке кірген ағасы қолындағы сұйықтықты шашып жібереді. Қызып тұрған пешке тиген бензин лап ете қалғанда Анвар бейшара күйіп қалады. Оны суға өшеді деп ойлаған сорлы моншаның еденіне жатып домалай береді. Ол құрғырың суға өшпейді, керісінше өрши түседі. Өйткені бензин мен кислота араласса, коктейль молотовы деген жанғыш сұйықтыққа айналады. Ол өте қауіпті нәрсе. Өйткені кислотаңыз теріні ойып, ене береді. Бензин жана береді. Тіпті сүйекті де тесіп өтіп өртеп жібереді. Мұндайдан кейін адам баласының аман қалуы өте қиын. Демек, үлкен оңбаған екеуі де өлсін деп қасақана істеп соңынан моншаны өртеген. Мүмкін бұл оның қылмысын жасырған түрі болар, оны келгенде өзінен сұрармын. Міне ағайын, бауырдың да бауырсызы болады, жауыздың да жауызы болады деген осы. Әнвардай ағасын қалай ғана көзі қиды екен. Ол бейбаққа ғашық болмаған қыз қалмады. Осы ауылдың мен деген сұлулар соңынан жүгірді. Қаладағы колледж қыздары жамырай құлады. Алайда ол бейшараны Құдай тағала басқаша жаратты. Қыздай әдемі еркек көрсең абай бол деген, қыздар арасында байың маймылдан әдемі болса болды деген сөз бар. Жігіттің сыланып, сипанып тарана берген дұрыс емес. Осы күні қыздар сияқты шашын өсіріп, бір құлағына сырға тағатын жігіттер көп. Олар сондай нәзік әрі әлжуаз келеді. Мына баланың өзінен кіші Надырбекке күші келмейтіні көрініп тұратын. Таң қалатынмын. Інісі дүкеңдеп тұрса да, ол бейшара күлімсіреп қарап отыра беретін. Әй сен бала, оны сабасына түсірсеш, ағасы емессің ба деп талай айтқам. Қойш жеңеше, олар менің бауырым ғой деп үндемейді. Сөйтіп жүрген бауырының істегені мынау болды. Ойлап қарасам, бұл бейшараның шамасы келмейді екен ғой деймін. Әйтпесе аға деген тентек інісін тепкілеп тұрып жөнге салар еді. Не десем де болары болып бітті. Алдағы мәселе мына екеуімен жақсылап сөйлесіп уәделерін алу. Сонан соң бейбақ Севараны енем келмей тұрғанда үйге қайтару. Осыны ойлағанда асыға басып далаға шықтым. Екі жүгірмектің кеткендеріне біраз болған. Әй, сен екеуің қайда жүрсіңдер? Деп сыбырладым. Шатыр басында ағараңдаған біреу көрінді. Қайсың бұл қане? Түсіңдер жерге, үйге кіріңдер. Жеңеше, Азатбек түспейім деп отыр. Дейді. Неге түспейді? Ол қайда? Арғы жақтағы бұрышта отырып алған, дейді ортаншы ағайын. Ойбай, отырып алған деген несі? Қане шақыр бері? Деп ұрсып жатырмын.
Жеңеше шақырғаныма келмей қойды. Барайын десем, жақындасаң секірем дейді. Білесіз ғой, жеңеше, ол бұрышта темір терсектер жиналған, үстіне құласа қайтем, дейді. Ал керек болса. Маған жетпегені осы еді, енді қайттым. Құдай, Құдай деп отырып, қалтырап, дірілдеп үйдің қарсы бұрышына жеттім. Онан әріге бара алмайым. Аяқ астында айқыш-ұйқыш темірлер жатыр. Арматура мен угольниктар, онан құбырдың кесінділері бар, бір төбе боп үйіліп тұр. Жаймен басымды көтеріп қарадым. Мені көрген кенже қайным орнынан атып тұрды. Ойбай, Азатжан, қозғалма, құлап кетесің. Жақындама жеңеше, әйтпесе секірем, дейді. Жаныма, о не дегенің, өтінем сенен, құлың болайын, тоқташ, мені тыңдаш, деп отыра кеттім. Жоқ дедім ба, жоқ, орныңнан қозғалсаң бітті, деген қайным екі қолын көтеріп теңселіп тұр. Енді қайтсам екен? Зарлап отырып жалына бердім. Басымды көтеруге қорқам, қит етсе секірем деп ескертті ғой. Жаным, қайным, әй кенже бала, сен менің қазақшама түсінесің ғой. Айналып қана кетейін, құлыным. Сен олай, әй қой, балам, білесің ба, мен сені сондай жақсы көрем. Мен саған әшейін айттым ғой, жай ғана қорқсын деп айттым. Бұлайша мен сен ешкімге айтпайым, өлсем де айтпайым, уәде берем саған. Сен бала олай істемеш, өтінем, деп еңкілдеп отырып зарлап бердім. Алайда мені тыңдайтын бала жоқ. Биік үйдің бұрышында аяғының ұшымен теңселіп тұр. Қит етсе төмен қарай құлдилап кете барады. Онан мына темірлердің үстіне түссе, күл талқаны шығады. Басымды көтеріп қараған болдым. Қарама маған, деген Азатбегім күретті. Жаным, былай ғой, жарайды дейін. Менің саған қарамағаным болсын, бірақ сен бар ғой, менен қорықпа. Тағы да айтам, қорықпа балам, қорықпа. Мен сені ешкімге айтпайым, еш қашан сатпайым. Сенің маған телефонның керек емес, тек тоқташ, олай жасамаш, деп еңбектеп бара бердім. Сонда басын созып төмен қараған қайным. Мен оны білмей қалдым ғой, білесіз ба, жеңеше, мен оны білмей қалдым ғой, деп еңкілдеп жылап жіберді. Я, жаным, білмей қалдың. Оны мен де білем. Қазір ғана маман хабарласты, Әнуаржан жақсы дейді. Өзім де сөйлестім. Сөйтсем олағана түк те болмаған екен. Артық кетсем кешір мені. Сен олай істеме, жалынам, деп темір терсектің арасына жеттім. Сонда екі қолын көтеріп қасқайып тұрған бала өзінен өзі сөйлеп: жеңеше, Надырбек маған бензин шашам деп айтпады. Ол маған өтірік айтасың. Шын болса видеоға түсіріп бер. Менің де көргім келеді деді. Сосын видеоға түсіріп жібергенде есікті аш деді. Мен шығып қаша жөнелдім. Ол кіріп кетті. Мен басқа ештеңе білмеймін. Білесіз ғой жеңеше, мен мамамды да, Әнуар ағамды да, сізді де жақсы көрем, деп солқылдап жылап берді. Я ғой жаным менің, мен де сені жақсы көрем, оны сен де білесің. Мен жалпы бәрін жақсы көрем ғой. Кәне жаным, ендеше былай болсын, сен мына жерден секірмеші, өтінем. Сен кері қайт, деп аяғымның астында жатқан құбырға шықтым. Бала оған қайта қоймады, аспанға қарап жылап тұра берді. Ойбай-ау, енді қайттым. Шатырдың бұрышында кәдімгідей теңселіп тұр. Аяғы тайып кетсе, құрыған жері. Мен бейбақ сонда зар илеп қатты жыладым. Қайтейін, екі кештің арасында үлкен үйде жау шапты. Әнуар жаным анандай болып жатыр. Мына баласы секіріп өлсе, енем бейшара тіл тартпай кететін шығар. Негізі, жас балаға ананы мынаны көрсете беруге болмайды. Бағана дәрігерге көмектесіп көтеріп шығарғанда ағасының ойылып жатқан бетін көрді. Содан бұл бейшараның жүйкесі сыр берді. Бала ғой, түрін көргенде зәресі ұшып шошып кеткен анық. Бұл түге дәрігер шошып кетті. Қайран бала, Әнуаржан бейбақ, мен сені қандай жақсы көргенімді білсең ғой. Оның ғой болары болды, мына баланы айтсайшы, мерт болудың сәл-ақ алдында тұр. Мына жерде өмір мен өлім арасы 5 метр ғана. Еңкілдеп жылап жалына бердім. Кенже бала үй бұрышына жақындай берді. Қой деймін, әй бала, жұдырықтай жаным менің, балапан, әй ойбай, қой, қайт кейінге, секірме, ойбай, секірме, тоқта Азатжан,
тоқта дегенде тоқта, ол бар ғой, ол дұрыс емес. Біз сені бәріміз жақсы көреміз. Қойшы енді, қорқытпашы. Білесің бе, менің ішім бар, сол жерде сенің бауырың бар. Тоқта, ойбай, тоқта. Жүйкесі бұзылған бала бәрібір тыңдамады. Қолын екі жаққа көтеріп, келте бұрышқа жақындай берді. Қатты қорыққан ғой. Суға секіргендей басымен секірмекші. Ойбай-ай, кім бар мұнда, көмектесіңдерші, ойбай! Өкіріп жылап бетімді басып отыра кеттім. Қайтейін, көз алдымда қаршадай баланың парша-паршасы шыққанын көргім келмеді. Құрметті тыңдармандар, Ғани Бейсеннің әңгімелерін жазбаша түрде оқимын дейтіндеріңіз болса, төмендегі WhatsApp нөміріне жазып, автормен хабарлассаңыздар болады. Сондай-ақ сіздердің де бастарыңыздан өткен қызықты уақиғалар болса, немесе ата-бабаның тарихын жаздырып естелік ретінде қалдырамын десеңіздер, осы нөмірге жазып айтып берсеңіздер, біз сіздің баяндамаңызды кітап қып жазып әдемілеп оқып береміз. Айта кетейін, Telegram каналдағы әңгімелер ақылы. Сондағы 40 әңгіменің бағасы бар болғаны бір кітаптың құнына тең. Ендеше кітап сүйер оқырмандар болса, мархабат ағайын. Ал бүгінгі әңгімеге лүпіл мен пікір сіздерден болсын. Әңгіменің ауыр болғанын көріп отырсыздар. Ендеше сіздердің пікірлеріңізбен демалып қалайық. 11 бөлімнің соңы. Жалғасы бар. Авторы Ғани Бейсен. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.